Сәлем баршаларыңа, сіздермен бірге Камшат. Бүгін сіздермен дәл осындай Milka трайфлды жасайтын боламыз. Алдымен достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Алдымен керекті ингредиенттерді айтып өтейін. 3 жұмыртқа, қант, какао, разрыхлитель керек. Алдымен 3 жұмыртқамызды қантпен бірге жақсылап көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Миксер басында жай скоростьпен бірте-бірте қосып, үлкен скоростьта миксерлейміз. Қант пен жұмыртқа осылай жақсылап көпіріп болғаннан кейін, ұнымызға какао мен разрыхлительді құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз да 2 бөлікке бөліп, жаңағы массамызға қосамыз. Міндетті түрде 2 бөлікке бөлу керек, өйткені қазір массамыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сосын миксердің средний скоростьпен жақсылап миксерлеп аламыз. Менің каналымда басқа да жеңіл пирогтардың, печеньелардың рецептісі бар. Соларды қарай отырыңыздар. Дайын болған массамызды осындай противенге пергамент қағазын төсеп, құйып, жақсылап пісіріп аламыз. 4 бұрыш противен болса да, домалақ противен болса да, разница жоқ. Бізге главный коржымыз піссе болды. Осыны 180-200 градус духовкада 15-20 минут, максимум 25 минутта пісірсеңіз болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Пирогымыздың піскенін осындай ағаш таяқшамен тексеріп көретін боламыз. Піскен пирогымызды толықтай суытуға қоямыз. Бөлме температурасында толықтай суы керек. Пирогымыз суып жатқан кезде біз шоколадты ганашты жасаймыз. Ол үшін сливкиді осындай жай отта жылытып аламыз. Қатты қайнатудың қажеті жоқ. Ысыса болды. Үстіне шоколадымызды қосып, тоқтамай араластырамыз. Сливки мен шоколадтан осындай шоколадты ганашымыз дайын болды. Шоколадты ганашымызда бөлме температурасында толықтай суытатын боламыз. Енді біз кремді жасауға кірсек, ол үшін бізге сливки қажет 33-35% және сахарная пудра керек. Сливкимізді жақсылап көпіртіп аламыз. Көпіртіп алғаннан кейін үстіне сахарная пудрамызды қосамыз да миксердің жай скоростынан бастап көбейтіп отырып миксерлеп шығатын боламыз. Қатты көпіртіп, кәдімгідей қою құрғақтай масса шығу керек. Міне достар, біздің қою креміміз дайын болды. Енді біз суыған коржымызды алып, ыдысымызға үгітетін боламыз.
менде жаңағы корждан осындай 3 ыдысқа трайфл шықты. Енді кремімізді трайфлымыздың үстіне әдемілеп құйып шығамыз. Қасықпен немесе лопатканың көмегімен осылай трайфлымыздың бетін тегістеп шығамыз. Тегістеп болған трайфлымызға шоколадты ганашымызды құйып, қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Орех қосып, немесе жеміс-жидектер қосып. Шоколадымызды құйып болғаннан кейін трайфлымызды осылай оформлять ететін боламыз. Болған трайфлды бетін жауып, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Бір-екі сағаттан кейін тоңазытқыштан алып жей берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер достар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып, комментарий жазсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Кәмшат. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.